Құрметті оқырман, бүгін мен сіздерге маған ұнаған кітаптарын ұсынғым келеді. Қолымдағы әлемдік туындыларды кезінде орыс тілінде оқыған болатынмын. Қуанышқа орай біздің кітапханамызға қазақ тілінде аударылған нұсқалар келді. Бұл туындылардың жанры әртүрлі болғанмен, әрбір оқырманға естен кетпес эмоция сыйлайды деп толық сеніммен айта аламын. Ең алғашқысы Чарльз Диккенстің көпшілік оқырманға арналған Оливер Твисттің басынан кешкендер романы. Бұл шығармада туғаннан жетім қалған Лондонның қараңғы жерлеріне жүруге, көптеген қиындықтарға көруге мәжбүр болған баланың тағдыры баяндалады. Роман оқыған жанға ерекше сезім сыйлайды. Соңы жақсы оқиғамен аяқталатын шығарманы оқып көретін болсаңыз, бұл кітап сізге арналады. Мен оқыған туындылардың ішінде махаббат тақырыбы ерекше әсемдікпен суреттеген туындылардың бірі Ришат Нури Гүлтексеннің Беймаза торғай романы. Романда Фериде мен Кемранның махаббаты басынан өткерген сынақтары баяндалады. Егер сіз түрік сериалдарын сүйіп көретін болсаңыз, осы кітап сізге арналады. Мистикалық оқиғаны негізделіп жазылған әлем әдебиетінде ерекше орын алатын Майн-Мюллеттің Жұмбақ салт аттылары туындысы. Шығармаға плантатордың қызы мен мустанг аңшы арасындағы махаббат арқау болады. Мектеп қабырғасында оқып жүрген кезімде оқыған, бүкіл әлемге танымал, ешқашан естілмейтін құндылығын жоғалтпайтын кітап Шарлотта Бронтенің Джейн Эйр романы. Бұл роман желісінде қанша кино түсірілді, алайша ешқайсысы романның әйелге жүрегін әсер етер әсемдігі мен құдіретін толық жеткізе алмады. Егер сіз киносын көрген болсаңыз да, кітабын оқып шығуға кеңес беремін. Соңғы оқыған әрі маған ерекше әсер еткен туынды Халид Хосейнидің Жарқыраған мың жұлдыз романы. Туынды ауған елінің ашық та тұңғиық өмір шындығын, тыныс тіршілігін баянсыз бейнелейді. Соғыс өрті толастамаған қоғамдағы адам тағдыры мен әйелдер өмірі, махаббаттың мұң-наласын анық жеткізеді. Бұл кітап әлемнің көптеген тілдеріне аударылды, соның ішінде қазақ тіліндегі нұсқасы. Алдындағы айтып кеткен кітаптармен бірге Шухов атындағы қалалық кітапханадан таба аласыздар.